Қайырлы күн қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте сочный болып шығатын, әрі жеген кезде қытырлап тұратын қиярдың тұздалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен банкаларымызды алдын ала стерильдеп аласыздар. Стерильденген банкаға 2 дана чеснок саламыз, 2 дана укроп саласыздар. Укропты осылай басындағы гүлмен бірге салған дұрыс болады. 2 лавр жапырағын саламыз 2 штуктан. Және де домалақ қара бұрыштан 4-5 штуктан салатын боласыздар. Әр банкаға 4-5 штуктан қара бұрыш саламыз. Қиярларымызды алдын ала тұздамас бұрын 2 сағат бұрын тастай суға салып қою қажет, салқын суға. Және осылай бастарын кесіп алып тастаймыз. Енді осы қиярлардың барлығын банкаға орналастырамыз. Банканың шетінен бастап, бос орын қалмайтындай етіп, престеп орналастыру қажет. Егер де үлкен қияр болып сыймай жатқан болса, онда арасында ортасынан бөліп, қиярларыңызды сыйғызып жіберуге болады. Міне осылай мен барлық қиярларды банкаға престеп орналастырдым. Көріп отырсыздар, қатты бос орын қалған жоқ, барлығы тығыздалып орналасып тұр. Енді осы банкамызға 2 ас қасық тұз қосамыз. Әр банкаға 2 ас қасық тұз салатын боламыз. Және де 1,5 қасық қант саламыз. Егер қанттарыңыз тым тәтті болса, онда 1 қасық қант салған дұрыс болады. Менде қанттың дәмі қатты тәтті емес, сол үшін мен 1,5 қасық қостым. Негізі 1 қасық қант жетеді. Енді осыған қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Суларыңыз прям сақырлап қайнап тұрған су болуы қажет. Осылай суды құямыз. Құйғаннан кейін оған әр банкаға 70% уксустан 1 қасық қосамыз. Енді осы банканың крышкасын жауып, сақырлап қайнап жатқан суға банканы салып 20 минут қайнатып аласыздар. Осылай банканың астына орамал салған дұрыс болады. Енді қайнап болғаннан кейін закрывашканың көмегімен банкамызды жабатын боламыз. Жақсылап жапқан дұрыс болады. Воздух немесе ауа қалып қоймауы керек. Жабылған жабылмаған осылай банканы төңкеріп, су ағады ма, ақпайды ма жақсылап қарап тексеріп алыңыздар. Мінекей менің 2 банкамда жабылды. Енді осы банканы жылы жерге орап, төңкеріп 1 күнге қойып қоясыздар. Жасап көріңіздер қыздар, өте керемет болып шығады. Әсіресе қыстың кездерінде, күн суық кездерде жеген кезде дәмі өте керемет, өте пайдалы. Рецепт ұнап жатса каналға тіркеліңіздер.